Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен сочный дамауыздарыңызға қалатын жүгеріні духовкада дайындайтын боламыз. Ең алдымен чеснокты күштен өткізіп алып, майонез қосып, араластырып қойып қоямыз. Бізге тағы да тұз, сары май және балғын көкөністерден кинза қажет болады. Кинзаны сметанамен қосып араластырамыз. Бізде енді 4 түрлі соус дайын болды. Жүгеріні алып, тазалап, енді тұз сеуіп, жақсылап тұздап, үстінен осы жасаған соустарымызды жағып, фольга қағазымен орап шығатын боламыз. Төртеуіне 4 түрлі соус жағып шықтым. Біреуіне сары май, біреуіне сметана мен кинза араластырылған соусты және тағы біреуіне майонез бен чеснок қосылған соусты жақтым. Енді фольга қағазымен орап шығып, төртеуінде әдемілеп орап шығамыз. Барлық жүгерлерді фольга қағазымен орап алдық. Енді духовка листіне теріп, духовкада 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Жүгеріміз дайын болды. Енді үстілерін аршып, тарелкаға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қараңыздар, қандай сочный, әдемі, дәмді жүгері дайын болды. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.